Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, құрметті Жанамен осы бағдарламасының тұрақты оқырмандары. Менің есімім Ерхан, мен Шымкент қаласынан келіп отырмын. Бастапқы салмағымыз 258 килограмм болған. Қазіргі таңда осы Жанамен бағдарламасына қатысқанымызға 2,5 айдың астам көлемі болды. Өте жақсы жетістіктерге қол жеткізіп жатырмыз. Бірінші осы жерде Айтым бауырымыздың басшылығында керемет жетістіктерге жетіп жатқан жағдайымыз бар. Үлкен рахмет. Жанамен бағдарламасына мен 1 жыл бұрын Инстаграм желісінен көргем. Осы 1 жыл бұрын заявка қалдырғанбыз, бірақ ешқандай обратный связь болмады. Сонан кейін өзім ұлымыз екеуміз осы тамыз айында бір алла екінші осы Айтым бауырымызға келдік. Келгенімізге уже 3 айға жуық уақыт болып жатыр. Бағдарламаға келгенге дейін өте жағдайымыз қиындап қалды. Аяғымыз ауырып, беліміз ауырып, қандай және дене мүшелері бар барлығы ауырғаннан кейін бір күнде шешім қабылдадық. Келгенімізге отбасы мүшелері, туған туысқандарымыз, ардақты әкем бар, бәрі қуанып, бауырларым бәрі қуанып қалды. 2017 жылы командировкаға кетіп бір жағдайлар бойынша сол кезде 200 килодан артық болған салмағымыз. 2019 жылы үйге келген кезімде салмағым 157 килограммға келгенмін. Содан кейін 2019-дан осы 2025 жылға дейін осы 258, яғни 100 килограмм салмақ қосылды ғой. Біріншіден түнде жату қиын, отырып ұйықтайсың, немесе барған жеріңде үлкен этажды үйлер болатын болса, мүмкіндігі барынша бармауға тырысасың. Осы бағдарламаға бас демеуші болған Айба басшылығына, Омар мырзаға, және де осы Жанамен бағдарламасының негізін қалаушы Айтым Берікұлына осындай керемет жағдай жасап беріп, осындай фит-арена залды бізге жағдай жасап, барлық емханаларды, барлық қонақ үйді осындай жағдай істеп берген осы мырзаларға үлкен алғысымызды айтамыз. Үлкен рахмет.